Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәруменге бай болған, ағзамызға өте пайдалы тағам дайындайтын боламыз. Бұл ерекше тағам, яғни орыс тағамы, балық пен сорпа дайындайтын боламыз. Орыстар бұл тағамды уха деп атайды. Ал кеттік, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен суға балығымызды салып қайнатуға жібереміз. Сорпамыз қайнайды дегенше керекті ингредиенттердің барлығын турап дайындап алатын боламыз. Ішіне керекті ингредиенттерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Тек картошка, сәбіз, пияз ғана қоссаңыздар да жеткілікті, бірақ та мен бұрыш, яғни болгарскиймен қызанақ қосамын. Қызанақ пен болгарский қосылса өте ерекше дәмді болып шығатын болады. Осы арада біздің де сорпамыз қайнап дайын болып қалды. Осылай бетіне шыққан көпіршіктерді алып тастаймыз. Балықпен болып жатқаннан кейін сорпамыз онша көп көпіршік шықпайды. Осылай аз ғана көпіршік шығады. Сол көпіршікті алып тастаймыз. Сосын артынша керекті ингредиенттеріміздің барлығын салып, тағы да қайнатуға жіберетін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосасыздар. Мен лавровый лист, свежий укроп қостым, және қызыл бұрыш, тұз қостым. Барлығын бірден осылай қосып қайнатыңыздар, өйткені балық сорпа болғандықтан тез дайын болады. Дәмі кіріп, әдемі болып пісіп шығатын болады. Осылай жай отта, видеода көріп тұрғандарыңыздай піскенге дейін жай қайнататын боламыз. Балық сорпа болғандықтан жаңа айтқандай тез піседі. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте балдарыңызға берсеңіздер де дәруменге бай, өте пайдалы сорпа болып шығатын болады. Өздеріңізде, яғни үлкен жастағы адамдарда ауыр бір мейрамдардан кейін ішсеңіздер де асқазанын тазалайтындай өте дәруменге бай, пайдалы сорпа. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.